Балалар, келесі өтетін әрпіміз ол М дыбысы және әрпі. Балалар, М дыбысы және әрпі дауыссыз дыбыстар қатарына жатады. Яғни М дыбысы бізде дауыссыз дыбыс. Сондықтан біз оны қандай түске бояймыз, балалар? Көк түске бояймыз. Тамаша. Қаламымды, қарындашымды ұштап алдым, балалар. Қаншама сурет бояп жатырмыз. Қарындаштарым ұштары бітіп таусылып қалды. Сіздерде, балалар, ұштарын шығарып алдын ала ұштап қойындар ұштағышпен. Өйстіп М дыбысын бояймыз. Балалар, сіздерге сурет, әріптерді түрлі түсті қарындаштармен бояған ұнайды ма? Маған да ұнайды, балалар. Енді, балалар, мына сурет бізде, суретте жүзімнің суреті салынған. Жүзімді біз бірге бояймыз. Мен осындай мен көк түсті таңдадым. Және жапырағын мен жасыл түспен боядым, балалар. Керемет қарындаштар, жұп-жұмсақ, әдемі жұғады, балалар. Енді келесіде қайттан қарындашымды ұштап алдым. Өстіп ұштап тұрам енді, өткен ұштары бітіп жатыр. Мынау суретте, балалар, кеменің суреті салынған. Кемені мен түрлі түсті қарындашпен бояғым келді, балалар. Солай қызығырақ сияқты болып көрінді маған. Қызыл, көк, сары түстерді қолдандым, жасыл түстерді қолдандым. Өте жұмсақ қарындаштар маған ұнады. Сурет салуға өте ыңғайлы, балалар. Жасыл түсті де қостым, мінеке. Солай әдемі көрінеді ғой, балалар, қалай ойлайсыздар? Тамаша, енді ашық қызыл түспен бояп жатырмын қазір. Қызыл сары түспен бояп жатырмын. Мынау бізде күлгін. Міне ұшы қайтадан сынып қалды, балалар. Бітіп қалды, және сынып қалды. Қазір мен оны ұштап алам, жақсылап тұрып. Өздерін ұштай алмасандар, ата-аналарыңа ұштатқызып алыңдар, балалар. Жақсы, ары қарай бояймыз. Сары. Және де тоқ сары түспен боядым. Енді сары, тоқ сарының әр түр-түрісі болады. Көктің де бірнеше түрі болады. Күлгін түстінде ашық күлгіні, қою, қоңыр күлгіні болады деген сияқты. Әр түстің бірнеше түрі болады, балалар. Енді бізде мысық. Балалар, кімнің үйінде мысық бар? Тамаша, мен мысықты жақсы көремін. Бірақ менің үйімде мысық жоқ, балалар. Мүмкін болашақта мысық алып қаларым, Енді, балалар, дөңгелектерді, суреттің астындағы дөңгелектерді бояп тастайық. М дыбысы бізде соңына түсіп тұр, сондықтан соңғы дөңгелекті бояймыз үшін. Кеме деген сөзде
м дыбысы және әріпі соңында деп те айтуға болады, ортасында деп те айтуға болады. Біз ортасын таңдайық. Оның өздерің шешесіңдер. Мысық. Мысық дегенде өздерін айтып қойыңдар. Мысық. М дыбысы бізде ең бірінші болып тұр. Сондықтан да біз оны бірінші қылып бояймыз дөңгелекті. Жарайды, енді м әріптерін бірге бастырамыз және іштерімізден айтып қайталап отырамыз. М. Қандай әріп? М. Балалар, бұл қандай әріп? М әріпі. М. М. Өстіп айтып жазып отырсаңыздар, естерінде қалып қояды, жақсы қалып қояды. Ұмытпайсыздар балалар. М. Бұл қандай әріп? М дыбысы және әріпі дауыссыз дыбыстар қатарына жатады. Тамаша, мінекей, тамаша. Балалар, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыздар. Подписаться сөзін басып, қасындағы қоңыраушаны басып қойыңыздар. Барлықтарыңызға рахмет, сау болыңыздар.